Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор-терапевт Ибрагимова. Бүгін сіздерге маған ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі, неге ауа жетпей қалу сезімі пайда болады деген сұраққа қысқа жауап беріп кетейін. Біріншісі жүрек тамыр аурулары, екіншісі өкпе аурулары хобл кезінде, үшіншісі қалқанша безі аурулар кезінде, төртіншісі анемия кезінде. Көбінесе осы сұрақты қоятын науқастар жастар, көбінесе сұраған кезде жүрекпен, өкпемен проблема жоқ, бірақ ауа жетпей қалу сезімі жиі мазалайды деп айтады. Бұл жағдайда сізде қалқанша безінің аурулары болуы мүмкін. Ол үшін қалқанша безі гормондарына анализ тапсыру керек және қалқанша безіне УЗИ жасалу керек. Егер анализде қалқанша безі гормондары жоғары болатын болса, УЗИде өзгеріс болатын болса, онда осы ауруны емдеу керек. Егер қалқанша безі гормондары деңгейі қалыпты, УЗИде өзгеріс жоқ болса, онда сізде анемия болуы мүмкін. Анемияны анықтау үшін сіз ферритин және сывороточное железо тапсырасыз. Осының деңгейіне қарап анықтауға болады. Себебі организмде темір жетіспеушілікті анемия кезінде бүкіл орган, тіндерге кислород жетіспейді. Соның әсерінен ауа жетпей қалу сезімі пайда болады. Сондықтан аурудың себебін анықтау керек. Егер ақылы консультация керек болса, онда төмендегі ссылкамен WhatsApp-қа жазуыңызға болады. Егер сізді осындай сұрақтар мазаласа, комментарияға жазып қалдырсаңыз, қысқа жауап беруге тырысамын. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.